Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен Кемел адам кітабынан уайым бөлімін оқитын боламын. Яғни сіз күйбең тіршілікпен сары уайымға салынып жүрсеңіз, бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Видео басталмастан бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойыңызды комментарийға бөлісе кетіңіз. Уайым. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Уайым мәселені шешпейді, тек мазаңызды алады. Уайым алдағы істерді ойлап тағатсыздану, күйгелектікке ұрынып, үмітсіздікке салыну, істі жаманшылыққа балап, орынсыз мазасыздану. Бұл құбылыс асқынған кезде ұйқысыздыққа, күйзеліске тап болуы бар. Мысалы, үйленсем, әйелім жаман болып шықса, қайтемін, немесе күйеуімнің жұмысы Алматыға ауысуына байланысты көшетіндігін естіген әйел, Алматы ең лас қала, денсаулығымыз құритын болды, кептеліс көп, балалар мектебіне қалай үлгереді деп ұйқысы қашып, уайымға салынып, 2 миллионға жуық халық осы қалада өмір сүріп жатқанына назар аудармастан өзіне өзі әбігерге түсуі мүмкін. Екінші мысал, шетелден тауарға тапсырыс берген кәсіпкер жолда жүк көлік бұзылып қалса, немесе ол өртеніп яки тоналып кетсе, не істеймін секілді қорқынышты жағдайларды елестетіп, ұйқысы қашып, күндіз-түні сары уайымға салынуы мүмкін. Мұндай артық уайым адамды күйзеліске түсіріп, торықтырып жіберері анық. Орынсыз уайым қол-аяғыңды жіпсіз байлап, жігеріңді матап, харекетіңді тұсап тастайды. Не болса соны уайымдап, түймедейді, түйедей етіп, болмашы нәрсеге шамадан тыс алаңдаған сайын адамның қайраты мұқалып, қайрылған шалғыдай жігері жасайды. Уайым стресске себеп, ал ол өз кезегінде денсаулықты құртады. Менің бір жақын туысымның ұйқы безі асқынып, өлім аузынан қалды. Сол кісімен шетелде қонақ үйде бір бөлмеде тұрдық. Кешкісін шкафтарды ақтарып, киімдерін қалтасын қайта-қайта тексеріп, қатты мазасызданып, әлдебір нәрсені тынымсыз іздеп жүргенін байқадым. Сөйтсем, бөлменің есігін ашатын карточкасын таппай жүр екен. Мен, Құдай-ау, бағанадан бері сонша мазасызданып іздеп жүргенің осы ма? Карточка деген жай ғана пластмас дүние ғой. Ресепшндегі қызметкерге айтсаң, басқасын шығарып бере салады деп көңілін тыныштандыруға тырыстым. Таңертең тұрсам, көршім тағы да сол карточкасын іздеп әуре сарсаңға түсіп жүр. Танысымның ұйқы безі неліктен сыр бергенін түсіндім. Баяғы орынсыз уайымның кесірі. Уайымды қалай жеңеміз? Бар жігеріңді ертеңгі күнмен өмір сүруге жұмсама. Өйткені ертеңгі күн бізге беймәлім. Алдағы күн бір Аллаға ғана аян. Ендеше, әлі орын алмаған жағдайды ойлап, сары уайымға салынудың мәні жоқ. Бұл бір аптадан кейін қарным ашуы мүмкін деп, бүгін тыңқия тойып алу секілді орынсыз әрекет. Адамның ерік-жігері, бойдағы жігер қуаты дәл қазіргі таңдағы қиыншылыққа төтеп беруге толық жеткілікті. Ал біз сол ерік-жігер қуатымызды өткен күнге өкінумен, әлі болмаған болашаққа алаңдаумен, әлсіздікке ұшыратып жатамыз. Сондықтан өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, дәл қазіргі күнмен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Себебі уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Далай-ламаның егер сізге кез келген нәрсе түбі оңтайлы шешілетін болса, оған бола уайымға салынудың қажеті жоқ. Ал бәрібір шешілмейтін болса, ол үшін қайғырудың мән-мағынасы жоқ деген сөзін ұмытпаңыз. Егер кез келген адам қандайда бір жағдайды ойлап, уайымға тап болса, оны жеңудің оңай жолы бар. Өзіңізге мынандай сұрақ қойыңыз: мен уайымдап тұрған осы жағдай шынымен басыма келсе, ең жаманы не болуы мүмкін? Мысалы, жұмыстан шығып қалсам, немесе ісім кері кетіп, дағдарысқа ұшырасам, қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны елестетіңіз.
алдын ала сол жаман жағдайды іштей қабылдап, оны жақсы жаққа өзгертудің, минусты плюске айналдырудың жолдарын қарастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Данияр атты кәсіпкер інім көңілі құлазып, салы суға кеткен күйде маған келді. Асықпай әңгімелестік. Данияр ірі құрылыс компаниясында бас директор болып жұмыс істейтін. Жұмыс барысында өзіне тікелей қатысы жоқ қателіктер орын алған. Алайда оған жауапты адам ретінде қылмыстық іс қозғалып, сотталып кету қаупі төніп тұр. Данияр қолынан келген барлық әрекетті жасаған, бірақ мәселенің күрмеуі сол бойы шешілмепті. Күнде тергеу жүйкесі әбден жұқарған. Мен оған мынандай ақыл айттым: Данияр, сен қолыңнан келгенді жасап жатырсың. Түбінде Алланың пешенеңе жазғаны болады. Қатты уайымдап таусылма. Былай ойлап көрші, сен өзіңді ақтай алмасаң, әрі кетсе абақтыға жабыласың. Сотталу деген өмірдің бітуі, қиямет қайымның орнауы емес. Қаншама ұлы тұлғалар өмірінің бір бөлігін абақтыда өткізген. Мысалы, Жүсіп пайғамбар ұзақ жыл жазықсыз зынданда жатты, бірақ текке жатпай ол жерді медресеге айналдырды. Талай адамды ізгілікке шақырып, жақсылық үйретті. Ақыры ақталып шыққаннан кейін Мысырдың қазынасын басқарды. Жұт жылдары халықты ашаршылықтан аман алып қалды. Хафи мәзһабының көрнекті ғұламасы имам Сарахси қамауда жатып 20 томдық құнды еңбегін жазып шықты. Кейіннен бұл кітап әлемдік классикаға айналды. Әлі күнге дейін бұл еңбектің ғылыми құны артпаса кеміген жоқ. Сол сияқты оңтүстік африкалық қайраткер Нельсон Мандела өмірінің 27 жылын қатаң тәртіптегі абақтыда өткізді. Оның 17 жылында жалғыз адамдық камерада отырды. Жарты жылда бір-ақ рет туысқандармен кездесуге немесе хат қабылдауға рұқсат етілген болатын. Сол 6 айда бір рет рұқсат етілген хаттың өзі түрме цензурасынан өтпей қалатын. Нельсон Мандела 1990 жылы бостандыққа шыққаннан кейін оңтүстік Африканың алғашқы қара нәсілді президенті болып сайланды. Нобель сыйлығына ие болды. Әлеуметтік-экономикалық талай үлкен реформаларды жүзеге асырып, 2012 жылы 96 жасында дүние салды. Міне Манделаның өмірі. Адам баласы сотталған жағдайда түрмеде отырып бостандықта жасай алмайтын істі атқаруға болады. Мысалы, сен бизнеске қатысты жүздеген кітапты оқып тауысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгере аласың. Ағылшын тілін жетік үйреніп алуыңа да үлкен мүмкіншілік туады. Түрлі адамды көресің, өмірлік үлкен мектептен, тәжірибеден өтесің. Құранды толық жаттап алуыңа да болады. Тиімді пайдалансаң, бұл саған таптырмайтын мүмкіндік. Құранда сендердің кейбір ұнатпайтын нәрселерінің ақыры сендер үшін қайырлы болуы мүмкін деген аят бар. Сүт ашып кетсе, оған өкінбе, керісінше, одан ірімшік жаса. Осыған ұқсас әңгімелер айтып, көңілін көтеріп жігерін қайрауға тырыстым. Бірақ Данияр сотталған жоқ. Кейін кездескенімде, Қайрекең сотталайын деп тұрған адамға күшті мотивация береді деп өткенді күліп еске алады. Ең қиын жағдайды алдын ала қабылдау арқылы уайымды жеңілдететін бұл тәсіл психологияда Уэллис Керриердің формуласы деген атпен белгілі екені кейін білдім. Мен оқыған Мысырдағы Әл-Азхар университеті күрделі оқу орындарының бірі. Жүйесі қызық. 3 пәннен өтпей қалсаң, сол курсты келесі жылы қайта оқисың. Шетелдіктер үшін араб тілі ауыр болғандықтан студенттердің көбі ойындағысын толық жеткізе алмай қиналатын. Емтихан алдында Ибрахим деген жігіттің уайымдайтыны соншалық стресстен бет-аузына жара қаптап кететін. Ал менің ұйқым тыныш. Өйткені өтпей қалсаң, дүние төңкеріліп, қиямет қайым орнамайды. Студенттер емтиханнан сүрінбей өтейік деп күндіз-түні
дұға жасайтын. Ал мен қолымнан келгенше дайындалып, Алла тағалам емтиханнан өтуім қайырлы болса ғана нәсіп ете көр деп дұға жасаймын. Бірде-бір рет емтиханнан өткізе көр деп тілемедім. Өйткені қай нәрсенің қайырлы екенін біз білмейміз. Ішімнен өтпей қалсам, уақытым көп болады. 1 жыл бойы тапсыра алмай қалған 3 пәнді жақсылап меңгеріп аламын. Қалған уақытымда ағылшын тілін үйренемін, ананы жасаймын, мынаны істеймін деп өзімше мақсаттар қойып, жоспар жасап аламын. Емтиханға дайындық барысында харекетімді арттыратын аздап уайым пайда болатын. Бұл жақсы орынды уайым. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір, оқуды уақытында тәмамдадым. Уайымға салынудан, ішкі үрейден құтқаратын тағы бір амал әрдайым харекетте болу. Уайымның, мазасыздықтың орнын жақсы істермен толтырып тастаңыз. Санаңыздағы уайым мен үрейді қарбалас жұмыстармен, үздіксіз істермен алмастырыңыз. Абай Хакім: әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды харекетпен азайт десе Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегіңнің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесің сонда жайын деп уайымның арылуды өлең жолдарымен жеткізген. Орынды уайым деген болады. Ол адамға жауапкершілік жүктеп, харекетке итермелейді. Мұндай уайым жайлы Абай Хакім уайым ер қорғаны, есі барлық дей отырып, 4-ші қара сөзінде әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш, іс-әрекет болса керек депті. Ғұмыр түс, өткінші мына өмірде, өтпелі бәрі өтпелі. Уайым қайғыны емдейтін тағы бір жақсы амал өмірге деген көзқарас. Данышпандардың бәрі мына өмірде жалған дүние деген бұл сөздің астарында үлкен философия жатыр. Жалған дүние деп уақытша нәрсеге айтылады. Мысалы, кейде түсімізде шым-шытырақ оқиғаларды, қайғылы жағдайларды көреміз. Тіпті жақынымыздан айырылып, қан жылап жатып, оның түс екеніне көз жеткізгеннен кейін жанымыз жай табады, көңіліміз орнына түседі. Мына дүние бақи дүниемен салыстырғанда түс секілді. Өйткені кез келген оқиға өткінші, жоғарыдағы түс сияқты, тек мәңгілік қана ақиқат. Әзіреті Әлидің адам баласы ұйқыда өлгенде ғана оянады дегені сияқты. Ғалымдардың зерттеуі бойынша біздің түні бойы көрген ең ұзақ түсіміз 7-11 секунд уақыт екен. Дәл сол секілді мына дүниеде сүрген ең ұзақ ғұмырдың өзі бір немесе жарты күн екендігін Құранда. Содан кейін Алла олардан жер бетінде неше жыл тұрдыңдар деп сұрайды. Олар бір күн немесе күннің бір бөлігіндей ғана аз ғана уақыт тұрдық. Алайда нақты айта алмаймыз. Оны уақыттың есебін білетіндерден сұрасаң болар еді деп жауап береді делінген. Ендеше түс секілді мына қысқа ғұмырда басымызға келгер қандай да бір қиыншылық, қайғылы оқиға мәңгілік емес, өткінші екеніне илансақ, ол үшін уайымдап қайғыға тұрмайтынын түсінетін едік. Мәулананың «Қайғырма ей көңіл, бәрі өтеді, тіпті өмір де» дегенін әр кез жадыңда ұстағайсың. Осымен біздің бүгінгі оқылым мәтініміз аяқталды. Ендеше видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, сізге үлкен алғыс айтамын. Және де каналымды қолдау ретінде видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз. Алдағы уақытта ең пайдалы ақпараттар мен оқу керек кітаптардың аудио баспаларын шығаратын боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыз.